Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Бүгінгі күннен бастап біз сіздермен Python программалау тілімен танысатын боламыз. Ең бірінші Python немесе Python, осы екі атаудың қайсысы дұрыс? Жалпы статистика бойынша кеңінен тараған түрі әрине ол Python. Кей жағдайларда Python дұрыс атауы болып келеді. Екі атауды дұрыс. Қаласаңыздар Python деңіздер, қаласаңыздар Python деңіздер. Бірақ біз осы курс аясында Python сөзін кеңінен қолданатын боламыз. Неге Python? Python программалау тілін үйренгенде қарапайым тапсырмаларды автоматтандыру өте оңай. Python программалау тілі арқылы ғылыми жұмыстар жасауға болады, десктоп қосымшалар жасауға болады. Әрине біздің курстың соңы осы десктоп қосымшалармен аяқталады. Android қосымшалар жасауға болады, веб қосымшалар жасауға болады. Соның ішінде ең танымал Django және Flask дейтін кітапханалар бар. Машина learningмен айналысуға болады, TensorFlow дейтін кітапхананы пайдалану арқылы. Python программалау тілінің негізі ол синтаксисі өте жеңіл. Басқа бағдарламалау тіліне қарағанда код аз жазылады. Егер сіз Java'да, C#-та, C++те программалап көрген болсаңыз, қарапайым Hello World сөзін шығару үшін бірнеше әрекеттерді орындау керек. Синтаксисі оңай оқылады, өйткені қосымша материалдар болмайды. Мысалға, әрбір қатардың соңы түрінтемен аяқталу керек деген сияқты белгілер жоқ. Көп компанияларда осы Python программалау тілімен жазады. Әрине Python туралы сөз еткен кезде оның тарихын айтпай кету мүмкін емес. 1991 жылы Гвидо ван Россума Python негізін қалады және қазіргі таңда әлемдік бағдарламалау тілінде кеңінен тараған. 2008 жылдың 3 желтоқсанында ұзақ сынақтан кейін Python 3000 немесе Python 3000, Py3k деп аталынатын Python 3.0 дейтін қысқаша версиясы пайда болды. Яғни осы уақытқа дейінгілердің барлығы Python 2-мен жұмыс жасап келген еді. 2008 жылы Python 3 пайда болды. Әрине өздерінің доработкасымен. 2020 жылдың сәуірінде Python 2 толығымен тоқтатылды. Алайда қазіргі таңда да Python 2-мен программа жазатындар өте көп, бірақ соңғы обновлениенің барлығы Python 3-пен жұмыс жасайды. 3.0 ары қарап өзгереді. 3.5, 3.6, 3.2, 3.4. Келесі сабақта біз сіздермен Python орнатамыз, сол кезде қай версиясы екенін бақылайтын боламыз. Python кодын қолдану. Python кодын ашып немесе код жазудың үш жолын қарастыруға болады. Бірінші мәтіндік редактор, одан кейін IDE, одан кейін блокнот. Мәтіндік редактор дегеніміз не? Мәтіндік редактор дегеніміз ол қарапайым текстік файл ашуға болатын, мысалға HTML, Python, Java-ның кодтарын жазуға болатын қарапайым редактор. Мәтіндік редакторда Pythonның барлық мүмкіндіктері қарастырылмаған. Кеңінен қолданылатын мәтіндік редакторлар олар Sublime Text немесе Atom. Осы уақытқа дейін, егер сіздер HTML-да код жазып көрген болсаңыздар, көбісі блокнотта жазады, немесе Sublime Text-та жазады. IDE, Integrated Development Environment. Жалпы IDE деген не? Ол арнайы Python кодын жазуға арналған орта. Егер Python болса Pythonға, Java болса Javaға, C++ке болса C++ке арналған IDE-лар. Үлкен программа болып келеді. Бірнеше адаммен немесе компанияда қолданылатын орта. Көп жағдайда IDE-лар ақылы болып келеді. Мысалға Pro версиялары. Ал үйрену үшін демо нұсқалары да болады. Біз соның ішінде демо нұсқасын қолданамыз, open source версиясын. Кеңінен қолданатын IDE, PyCharm немесе Spyder. Әрине басқа түрлері өте көп, бірақ кеңінен қолданатын осы екеуі. Бізде алдағы уақытта Python программалау тілінде толығымен PyCharmмен танысатын боламыз. Блокноттар. Блокноттар ноутбук environment деп аталынады. Ең бірінші үйрену үшін ең тиімді, енгізіп жауапты бірден алуға болады. Ұяшықтармен жұмыс жасауға болады. Блокнотқа фото немесе видеолар қоюға болады. Кеңінен қолданатын блокнот ол Jupyter ноутбук деп аталады. Егер сіздер осы уақытқа дейін Python программалау тілінің орысша кітабын оқып көрген болсаңыздар, официальный кітаптың барлығы осы Jupyter ноутбукке мысал ретінде жазады. Неге? Себебі бірден енгізіп, бірден жауабын көруге болады. Ондай әрекеттерді Pythonның өзінде де орындап көруге болады, бірақ Jupyter ноутбук алғашқы үйренуге арналған таптырмас бөлім болып табылады. Бірақ біз алдағы уақытта толығымен IDE-мен жазуды үйренеміз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жалпы Pythonға кішігірім тоқталдық. Келесі сабақта бастап біз сіздермен IDE орнатып, ары қарап өзіміздің бағдарламаларымызды жазатын боламыз. Егер видеода түсінбеген сұрақтар болатын болса, төменде көрсетілген мәліметтер бойынша хабарлассаңыздар болады.